Ұлттық тестілеу орталығы жоғары оқу орындарына түсушілерге ұбт тапсыру кезінде жауап парағын дұрыс толтыру ережелерін ескертеді. Жауап парағы көк немесе қара түсті сиямен толтырылады. Жауап парағын былғауға, бүктеуге, жыртуға, корректор сұйығымен өзгертуге және тестілеу аяқталғанға дейін аудиториядан шығаруға болмайды. Жауап парағының қызметтік секторлары толтырылғаннан кейін кітапша таратылады. Әрбір тестіленуші өзіне берілген кітапшаны тексеруі қажет. Әр түсушіге тек бір дана жауап парағы беріледі, ол ауыстырылмайды. Жауап парағын толтыру барысында жіберілген қателерге тек түсуші өзі жауапты екенін есте сақтаңыздар. 1 мен 5 секторларда түсуші туралы ақпарат толтырылады. Мұнда түсуші туралы жеке мәлімет, жеке коды, түсуші отырған орынның нөмірі және оның кітапша нұсқасының нөмірі, сонымен қатар емтихан тапсыратын лек пен аудитория нөмірі боялады. 6 сектор шығармашылық емтихан тапсыратын түсушілерге арналған. Назар салыңыздар. 6 сектормен бірге 7 және 9 секторлар толтырылады. Егер 5 секторды толығымен толтырып, шығармашылық мамандықты таңдасаңыз да, 6 секторды бояу қате болып есептеледі. 7, 8, 9 секторлар міндетті пәндер бойынша тапсырмалар. Әр сұрақтың тек бір ғана дұрыс жауабы бар. 10-11 секторлар бейіндік пәндер бойынша тапсырмалар. 2 секторда да бір-бірден пән таңдалады. Бейіндік пәндердің 1-ден 20 тапсырмаларында тек бір дұрыс жауап бар. 21-ден 30-ға дейінгі тапсырмаларда 1-ден 3-ге дейін дұрыс жауап болуы мүмкін. 12 секторда жауап парағының нөмірі көрсетіледі және боялмайды. Ал 13 секторға тестіленуші қол қояды. Ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсыруда сәттілік тілейміз.